Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқабақты сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирог өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Біз екі түрлі салма дайындайтын боламыз. Ең алдымен бірінші салмамызды дайындаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа саламыз. Үстіне қант салып, жақсылап ағарғанша араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне сүзбемізді саламыз. Сүзбенің үстіне айран құямыз. Жақсылап езіп, араластырып шығамыз. Үстіне 1 шай қасық ванильді қант қосамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды да салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды блендермен езіп шығамыз. Іртік болып тұрған сүзбенің барлығын жақсылап езіп аламыз. Егерде сіздерде блендер болмаса, миксермен жасауға болады. Енді екінші салмамызды дайындаймыз. Бізге тура жаңағыдай 2 жұмыртқа қажет. Ыдысымызға салып, үстіне қант қосамыз. Одан кейін піскен асқабақ қосамыз. Үстіне 1 шай қасық ванильді қант қосамыз. Құрамдары екеуі де бірдей, тек қана асқабақ пен сүзбе ғана алмасып отырады. Үстінен ұн саламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай блендердің көмегімен езіп шығамыз. Осымен 2 салмамызды дайын. Енді формамызды дайындаймыз. Формамыздың астын және жан жағын біркелкі етіп майлап аламыз. Одан кейін салмамызды бір-бірден 2 ас қасықтан кезекпе-кезек құйып шығамыз. Осылай құйып шықсақ, формамыз өте ерекше, зебра тәрізді, әдемі болып шығатын болады. Барлығын
2 ас қазықтан құйып шығамыз. Дәл осындай форма болу міндетті емес, үйдегі әсел немесе басқа да пештердің формасына құйып пісіруге болады. Сіздерге осылай бәрін бастан аяқ түсіріп көрсетіп шықтым. Кейін осылай зубочисткамен әрлеп шықсаңыздар болады. Немесе бұлай жасамай-ақ сол күйінде де қалдыруға болады. Егер де араларыңызда жаңа көрермендер болса, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецепт түрін көргілеріңіз келеді, соны да комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. градуста қызып тұрған пешке салып, 50 минут уақытында пісіріп аласыздар. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирогты формадан суығаннан кейін ғана босатамыз. Пирогымыз суыды, енді кесеміз. Пирог өте дәмді, ерекше, әрі сондай нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де асқабақты ұнатсаңыздар, бұл пирог сіздерге өте қатты ұнайды. Бірақ пирогтан ешқандай да асқабақтың дәмі сезілмейді. Сіздермен болған Балнұр. Қош сау болыңыздар.